Келіннің жауы ене ме? Адам алдында не күтіп тұрғанын білсе шіркін. Ешкімде қателеспес еді-ау өмірде. Береке ауылды жердің тумасы. Мектеп бітірген соң қалаға оқуға түсіп кетті. Анасы секілді сиыр сауып, пеш жағып, тезек тасып қиналған жоқ. Өзі ауылда қалып қойғандықтан анасы қызының бар зейінін оқуға бөлін дұрыс көретін. Береке де жақсы оқитын, белсенді оқушылардың қатарында болатын. Бірақ мектепті қызылмен бітіре алмады. Жоғарғы оқу орнында ақылы бөлімге оқуға түсті. Болашақ мамандығы дәрігер. Еті тірі қыз қалаға тез үйреніп кетті. Сабақтан тыс уақытта қосымша жұмыс жасап, өз керегіне жетерлік ақша тауып жүрді. Өзі табиғатынан реңді қыз қалаға барып, сәнді киініп, боянған соң тіпті сұлулана түскендей. Жатақханадан орын табылмаған соң амалсыз әкесінің қарындасының үйінде тұратын болды. Алғашында бәрі жақсы болатын. Жездесі мен әпкесі жаны қалмай сыйлап отыратын. Береке таңертең оқуға кетіп, одан кейін жұмысқа барып, кешке кештеу келетін. Қолына келген қызды жұмсаймын деген есек дәмесі бекер болған Қарлығаш өзгере бастады. Бұрынғыдай емес, сіңлісіне салқын қарайтын болды. Пысық қыз демалыс күндері де бос отырмай жұмыс жасап, өз оқу ақысын да жинай бастады. Бұл жолы әпкесінің кішкентай ұлы үйдегі қысқа жабылған банкалардың үстіне шығып ойнап жүрген болатын. Жазира кеш келіп, киімін ауыстырып жатқанда кішкентай інісі қасына келіп, әлгі банкамен тағы ойнай бастады. Алмас, қой сындырасың деп ескерту жасады Береке. Арада 2 күн өтті. Ол жағдай ұмытылып кеткен. Береке кешке үйге кіре бергенде Қарлығаш үнсіз жүре бермей, қой десеңдер бастарымды кесіп алмас едік қой деп кіжіне сөйледі бұған естірте. Оны сындырған мен емес, өз балаңыз деп айтайын деді де тілін тістеп қалды. Ол бәрібір сенбес еді. Алғаш келгенде Берекені төрге отырғызып сыйлайтын әпкесі енді оның дастархан басында отырғанында жақтырмайтын болды. Қарлығаштың 7-ші сынып оқитын қызы бар еді. Оған шашын жұлғандай етіп жүріп, ұялы телефон алып берген. Ол кезде студент Берекеде ұялы телефон жоқ еді. Қарлығаштың қызы Ақбаян бесіктен белі шықпай жүріп, бір жігітпен сөйлесіп, түнде соған хабарласып, хабарлама жазып, таң атқанша телефон бірліктерін бітіріп тастайтын. Ал таңертең анасына түсініксіз жағдайда телефон балансы таусылып қалғанын ұялмай айтатын. Оған да Қарлығаш Берекені кінәлайтын. Бетіне айтса да жауап берер еді ғой, сыртынан күңкілдеп отыратын. Қарлығаш кейде Берекеге кешкі асты дайындататын. Сол тамаққа қосылған еттің аз болғаны үшін де сіңлісін айыптайтын. Тамақ жасап жүріп, жеп қойған деп топшылайтын. Осылайша күннің көзін бұлт шалса да Береке кінәледі. Бұл жолы Береке қасына Ақбаянды алып шықты. Демалыс күні жұмыс жасап, ақша тапсын деген ой болған. Бірақ ауырдың үстімен, жеңілдің астымен жүріп үйренген қыз ілескісі келмеді. Онысын анасына айта алмағандықтан Берекемен ілесіп шығып, жолда іші ауырып тұрғанын айтып қайтып кетті. Кешке Береке үйге келсе, Қарлығаш қан түленіп отыр. Өзіне туралап ештеңе демеген соң, ішке кіріп киімін ауыстырып шығайын деді. Киімдерін алып жатқанда көзіне ашылып жатқан әмиян түсті. Қолына алып қараса, ішінде бір тиын жоқ. Оны Қарлығаш әдейі алып қойғанын Береке бірден ұқты. Бірақ ол туралы тіс жармады. Бір күні бұл үйге Қарлығаштың анасы, яғни Берекенің әжесі келді. Немересін сағынып қалса керекті, әжесі бір апта жатты. Қарлығашты қандай түлен түрткені, Берекені оңаша шақырып алып, әжеңді басқа бір үйге апар. Үйде онсыз да азық түлік бітті, деді күңкілдеп. Қанша құйтырқы әрекетінің куәсі болса да, тура осындайды іштей бұл үйге енді келмеуге уәде етті.
Береке ауылға жетіп, анасы етін асып, еркелеп аунап-қунап, құрбылармен кездесіп жүргенде қысқы демалыста аяқталды. Ол анасы арқылы әкесіне енді Қарлығаштың үйінде тұрғысы келмейтінін жеткізді. Өзі бірге оқитын қыздармен бірігіп пәтер жалдап тұруға рұқсат алды. Ақылды қызына сенетін әкесі қарсы болмады. Қалаға келген соң пәтер табу қиын болмады. Берекенің өзі секілді пысық қыздармен оқу орнына жақын жерден пәтер жалдап тұрып жатты. Қыс өтіп, көктем келді. Сүйкімді қыздың соңында жүрген жігіттердің қарасы көбеймесе азайған жоқ. Бар ойы оқып, ата-анасына нанын жегізу болған Береке ешкімге бет бұрмады. Әйтсе де аңдушы, алып тынады демекші, арасында бір жігітке көңілі құлағанын өзі де сезбей қалды. Ол Дүйсен еді. Бұл оқитын университеттің белсенділерінің бірі. Көп сөйлемейтін, сабырлы, ісіне тиянақты жігіт. Менің жігітім болса екен дейтіндей-ақ азамат еді. Өзі де келбетті, ұзын бойлы, көздері қап-қара, толқындай бұйра шашын артына қайыра тарағанда қай қыздың болсын назары аумай қоймайтын. Сол талайдың арманы болған серінің таңдауы Берекеге түскен екен. Ойы мен талғамы сәйкес келген екі жас тез тіл табысып, жұрт қызығарлықтай жұпқа айналды. Ұстаған қолдары ажырамаған күйі 2 жылды артқа тастады. Береке демалысты ауылға 1-2 күнге барғаны болмаса, бұрынғыдай ұзақ жатпайтын болды. Дүйсенде туған қаласы алыста болса да тез-ақ келіп қалатын. Екеуінің кіршіксіз махаббаты талайға үлгі болды. Университеттің соңғы курсы аяқталатын жылы Дүйсен Берекеге үйленуге ұсыныс жасады. Жүрегін жаулаған жігітке өмірлік жар болудан бас тартсын ба? Әрине келісті. Екеуі заңды некеге тұрғысы келгенімен үлкендердің батасын алуды дұрыс көрді. Бірақ мешітке барып мұсылманша неке қидырды. Ұят, дұрыс емес дегенге қарамастан, заманауи жастар осыдан кейін бірге тұра бастады. Одан қыздың ата-анасының хабары жоқ. Бұл кезде Қарлығаш күн көрісі қиындап басқа қалаға көшіп кеткен. Ал басқа туыстарының Берекеде шаруасы жоқ. Дүйсеннің туыстары басқа қалада. Сонымен екеуі кәдімгі ерлі зайыптылардай өмір сүріп бастады. Бір жатып, бір тұрады. Оны ешкімде сөкет көрмеді. Күн артынан күн өтіп, 2 болашақ дәрігер оқуын аяқтады. Енді дипломды күту ғана қалды. Екеуі дипломдарын алып, Дүйсеннің үйіне бірге баратын болып жүрген. Бір күні саябақта қол ұстасып келе жатып, Берекенің басы айналды. Дүйсен сүйемелдеп отырғызып су ішкізді. Саған не болды, жаным? Басым айналып кетті. Соңғы рет тексерілгенде гемоглобин төмендеген еді. Соның әсерінен болар. Онда жүр, тексеріліп ем аласың. Дүйсен, ол қан талдауын таңертең тапсырады ғой, деп жымиды Береке сонша бәйек болған жігітіне қарап. Ертеңіне ақылы емханаға барып қан тапсырды. Зерттеу нәтижесін алған екеуі естері шықты. Әсіресе Береке қатты уайымдап кетті. Себебі онда 3 апталық жүктілік бары анықталған еді. Енді не істейміз? Деді ол жыламсырап. Не істейміз? Үйленеміз әрине. Сәл күтіп, дипломымызды алып алайық. Анамды 2 бірдей қуанышымен риза етемін, деп риясыз бақытты жігіт Берекені көтеріп алып, еркелетіп жатыр. Олар бұл хабарды бәрінен жасыруды дұрыс көрді. Бұйырса, әке атанатынын ойласа, жүрегі жарылардай қуанды Дүйсен. Кешке Берекеге дәмханаға баратындарын айтып, ештеңе дайындамай отыра беруін өтінді. Қымбат дәмханада қызға соңғы үлгідегі телефон сыйлады. Ал Сақинаны ертерек ұсыныс жасаған кезде тағып қойған болатын. Өз телефонына Берекенің жаңа номерін жазып алуды да ұмытпады. Үйленген соң бұрынғы керек емес адамдар мазаламас үшін болашақ келіншегін қызғанып осылай жасап еді. Бұл кезде диплом алуға небары 4-5 күн қалған еді. Шешесі бірдеңеден сезіктеніп қалар деп Береке ауылға қайтпады. Түн ортасында Дүйсеннің телефоны безек қағып шырылдады. Ар жағынан ағасы, тез жет, анаң хал үстінде деп қысқа қайырды. Дүйсен апыл-ғұпыл киініп жолға дайындала бастады. Сен кетсең мен не істеймін? Деді көзі жасаурап Береке. Жаным, бәрі жақсы болады.
Мен анам жақсы болып кеткен соң сен алып кетемін деп иығынан құшақтады жігіт. Алдын ала билет алмағандықтан қысылып қымтырылып жол серікпен келісіп орын тауып мінді әйтеуір. Межелі жерге жеткенше жанын қоярға жер таппай кетті. Біресе отырады, біресе жатады. Өзі түсетін бекетке жақындағанда көзі ілініп кеткен екен. Жол серік хабарлағанда асығыс атып тұрып сыртқа ұмтылды. Сол сәт қалтасынан сусып түскен телефонын аңғармады да. Пойызбен 2 күн жүріп жеткенше қан қысымы көтеріліп, миына қан кеткен Дүйсеннің анасы о дүниелік бөлігі болып кеткен еді. Ең болмаса жаназаға үлгермеген жігіт еңкілдей жылағанда ешкім жұбата алмады. Анашым, мен сізді емдеу үшін дәрігер болмақ едім ғой. Сіздің келініңізбен таныстырар едім. Немереңіз болар еді, деп кемсеңдеді анасының топырағына қолын тигізіп сипап отырып. Анасының 7 күндігін өткен соң есін жия бастаған Дүйсен енді ұялы телефонын іздей бастады. Оны поезден түсерде жоғалтып алғанын білгенде жоқ. Қолды болған шығар деп топшылады. Оның ендігі уайымы телефон емес, көзі жаутаңдап, мен не істеймін деп қалып кеткен аяғы ауыр Береке болды. Дүйсен үйіндегілерге аяғы ауыр сүйіктісі қалғанын айта алмай жүргенде 1 ай өтті. Бір жолы шет жағасын бастап келе жатыр еді. Сенің уайымың қатын ба? 50-ге де келмеген анаңның топырағы да кеткен жоқ. Дипломды кез келген уақытта барып аласың. Отыр жайыңа деп ұрысты әкесі. Дүйсен телефон номерін тауып, Берекеге тым болмаса бір хабарын берейін десе, басқа номер салып, ешкімге бергізбегенде еді. Арада тағы біраз күн өтті. Анасының 40 күндігі таратылды. Дүйсен енді тым құрса 2 күнге барып келермін деп отырған. Барлығы тарап, енді өздері отырғанда әкесі сөз бастады. Дүйсен, анаңнан қапияда ажырап қалдық. Сен анау алыста оқудасың. Ағаңда бөлек тұрады. Мен кешке дейін жұмыстамын. Анаң арагідік ауырып қалғанда сенің сыныптасың Сәуле келіп көмектесіп тұратын. Анаң сол қызды келін етсем дейтін. Саған айтарым, бұл анаңның үлкен арманы болатын. Сенің жаныңнан Сәулені жар ретінде көру. Сол өтінішін орындасаң, диплом аласың. Енді қолымда сен тұрмай кім тұрады? Деп аяқтады сөзін. Бірақ әке, деп сөз бастай бергенде, сен маған ана қаладағы шөп желкелеріңді айтпа. Тегі кім, заты кім, ит біледі. Алсаң Сәулені аласың. Алмасаң мені әке деме деп орнынан тұрып кетті. Дүйсен 2 оттың ортасында қалды. Ана жақта өз сүйгені Береке, мына жақта әкесі. Болмысы қатты емес, жүрегі жұмсақ, сабырлы жігіт әкесіне қарсы шыға алмасы анық. Солай ойланып жүргенде көзде таяп қалды. Анасы нашарлап жатыр деп кеткен жігітін 2 көзі 4 болып күткен Берекенің үміті үзілейін деді. Дипломын әлде қашан алып қойған. Іші де жақында білініп қалары анық. Ал Дүйсеннен хабар жоқ. Ауылға барайын десе бет жоқ. Пәтер ақысын уақытылы төлемеген соң ол жерден де кетті. Құрбылары біраз бірге тұруға рұқсат етті. Басқа еш амалы қалмаған Береке ауылға барды. Іштен шыққан шұбар жыланды сыртқа теппейді ғой ешкім. Әкесі қанша ашуланса да, әжесінен аса алмай қызын кешірді. Диплом аламын деп барып, аяғы ауыр болып келген Береке ата-анасының жүзін жерге қаратқан үшін қатты қиналды. Басқа салса, көнесінде қарғам. Іштей мүжіле берме. Күлгеннің басына берсін деп, арқасынан қағады әжесі. Елдің көбір сыбыры да басылды. Тіпті аяғы ауыр болса да сөп сүйкімді. Тағы дәрігер деген дипломы бар қызды келін етіп алғысы келетіндер де пайда болды. Бірақ әжесі ешкімді жолатпады. Қазақтың салтына қанша кереғар болса да, Береке оң босағада отырып ана атанды. Дүниеге Дүйсенді еске салып тұратын әкесінен аумай қалған қыз келді. Әжесі шөбересінің есімін Балдай деп қойды. Нағашы ата апасын қылығымен баурап, Балдай қыз 2 жасқа келді. Сол кезден бастап Берекеге құда түсушілер қайта бас көтерді.
Береке алғашқы кезде өмірден жалғыз өтуге бел буған болатын. Кейін ойлана келе қызының жалғыз болғанын қаламады. Содан кейін сөз салғандарға назар аудара бастады. Бірақ тұрмысқа шығатын адамы бұл ауылдан болмауы керек деп шешті. Арадағы жеңгетайлардың таныстыруымен өзінен 10 жас үлкен жігітке таңдауы түсті. Жап-жас, қызметі бар, қанша жігіт ұсыныс жасаса да, сол өзінен үлкен жігітті дұрыс көрді. Бұрын үйленген, 2 баласы, әйелінде кеткен еркек екен. Есімі Әділет. Береке үйде отырып тұрғандықтан өзін қор санайтын. Содан болар, үйленбеген жас жігіттерді жолатпайтын. Тең-теңмен, тезек қабымен болғанын жөн санады. Сөйтіп, Әділетпен бар жоғы 1 ай ғана сөйлесіп үйленді. Қызы Балдайды өзімен ала кетті. Анасының көңілін қимаса да, ертең бұл үйге де келін келсе, бекерге түрткі болар деп қорықты. Әке мейірімін көрмесе де, туған анасы жанында болуы керек деп шешті. Әділет те Берекені қызымен алуға қарсы болған жоқ. Себебі, оны таныстырарда 1 баласы бар келіншек деп таныстырған еді. Осылай Береке басқа ауылға келін болды. Әділет туыстарымен келіп, үйден сырға салып алып кетті. Ауылда қара шаңырақта Әділет анасы екеуі ғана тұрып жатыр екен. Балапан басымен, тұрымтай тұсымен деп, әркім өз тірлігімен әуре болып кеткен. Берекенің Әділетке керемет сезімі болмаса да, іштей ұнатты. Келін болған соң, 3-4 айдан кейін Берекені ауылдық емханаға жұмысқа орналастырды. Қызын балабақшаға берді. Алғаш келгенде Әділетке үйренсе алмай жүрген Балдай кейін бауыр басып кетті. Көп ұзамай Берекенің аяғы ауырлап, ол босанды. Осыған дейін оларда бәрі жақсы болатын. Әділет некелерін заңдастырудан қашқақтап жүрді. Ұлы туылған соң амалсыз некеге тұрды. Бұрын Берекенің айтқанын жасап, сұраған жеріне апарып, алып келетін күйеуі енді өзгере бастады. Ал енесі келгеннен тырысып отыратын кісі екенін бірден байқады. Баласының жөргек буын өзіне артылмайды. Береке ақшадан қинала бастады. Бұлар тұратын ауылда газ жоқ болғандықтан көмір жағатын. Қыс кезінде сол көмірге де ақша таппай, талай рет кішкентай бөпесі суық тиіп ауырып қалды. Ал енесі Несіпкүл зейнетақысынан 1 тиын да бермейтін. Бала ауырып жатыр ма, көмір жоқ па, үйде тамақ жоқ па, оған бәрібір. Тіпті туған немересіне 1 шұлық алып берген емес. Береке газды қосып, тамақ жасап жатса, мен саған газ баллон толтырып бере алмаймын. Пешке жаса тамақты деп сілкінетін. Көже қаты қылатын етті де енесі беретін. Онда да жарымағандай қылып аз қостыратын. Ал күйеуі Берекеге ренжитін, тамақтың еті аз болған үшін. Ары қарай отыра беруге шыдамы жетпеген Береке 8 айлық баласын күйеуіне тастап жұмысқа шығып кетті. Басында танысқанда 3 отбасын қатар асырай аламын деп көпінген күйеуі желі шыққан дөңгелектей болған бұл күнде. Амал жоқ, осы үйдің еркегі де, әйелі де Берекенің өзі болды. Енесі Берекеге шкафтың есігін қатты жапса да жүгіріп барып сөйлейтін. Кішкентай ғана Балдайды да өз ұлынан туған немересінен төмен санап бөлетін. Береке моншаға барып жуынып келсе, ол үшін де сөйлейтін. Тіпті суды ұзақ ағызасың деп те ескерту айтатын. Береке жұмысқа шыққан соң, енесі өз зейнетақысын бермейтіні аздай, Берекенің жалақысын сұрай бастады. Мен сені жұмысқа тұрғыздым. Маған банкомат картаңды бересің. Мен саған керегіңді ақша беріп отырамын. Деп жолымды енесі. Береке не істерін білмеді. Берейін десе, ертең өзі қиналады. Енесі белгілі бек-бике. Бермейін десе айқай шу болады ма деп қорқады. Екінші рет анасының бетіне шіркеу болмас үшін алғаш келгеннен ақ барлығына төзуге тырысып келеді. Ал енесі соны пайдалануда еді. Береке айлық алғанда қайын сіңлісінің баласына да киім алуы керек деп санайтын еді. Алмаса әйтеуір бір себеппен ұрыс шығаратын. Біздің үйге де нан ала салшы деп отыратын қайын сіңлісі де. Бөлек тұрады деген аты болмаса, ол бала шағасымен осы үйде жүретін. Береке қайын сіңлісі еңлік келгенше дәмді тамақ жасап, монша жағып күтіп отыратын.
Ол тайлы таяғымен келіп, түн ортасы ауа әрең қайтады. Бұл осылай жалғаса берілмейді. Бір күні Әділет: «Келетін болсаңдар, ерте келіңдер. Мына байғұс сендер кеткен соң орнын жинап кеш жатады. Таңертең жұмысқа баруы керек» деп ұрысты қарындасына. Содан кейін осы үйдің бар шаруасына араласатын еңлік сәл болса да аяқ тарта бастады. Енесі Әділет пен Берекеге ең болмаса құдалық жасап бермеді. Анасы ұлын босанған соң бесік әкеліп бермек болып еді, оған да қарсы болды. Құдағиы қарсы болған соң Берекенің анасы көлік жалдап баланың жабдықтарын беріп жіберді. Ол жолы да ағайынға таба болған анасы үшін Береке оңашада жылап алды. Берекенің айлығын сұрауын Несіпкүл қоймады. Бұл ерегісті де Әділет тоқтатты. «Біз айлықты бере алмаймыз. Алимент төлеймін, азық түлік аламыз, той-томалақ бар дегендей» деп соңғы нүктесін қойды. Содан бастап Несіпкүлдің басты жауы келіні болды. Арасында азғантай уақытқа келіп кететін еңлік те отқа май құйып кететін. «Апа, қатынды бастан деген, бұлай басқа шығармасаңызшы. Ашса алақаныңызда болсын. Үйде отырып қатын болып, енді бізге келіп құтырайын деген бұл бұзылған. Оның телефонында тексеру керек. Кім білсін, кіммен жыртыңдасып жүргенін» дейтін. Басқа сорақы қылықтары аздай Несіпкүл енді Береке кірсе де, шықса да аңдып отыратын болды. Сырттан келсе: «Қараңғыда не істеп жүрсің? Үстіңнен әтірдің иісі шығып тұр ғой», дейді бір жолы. Кеудесін қанша ыза кернесе де Береке тілін тістеп бөлмесіне кіріп кетті. Береке жұмыс істеп жүрсе де, арасында жүгіріп келіп тамақ жасап кететін. Сол дайындап қойған тамақты ішуге шақырса, енесі келмей қиын қылатын. Әділет шақырса ғана айналшықтап жүріп әрең келеді. Ал жұмысқа қайта баруы керек Береке кешігетінін уайымдап мазасы қашады. Алдарына барлығын дайындап беріп кетейін десе: «Сен неге апама шай құйып беріп, қасында отырмайсың?» деп ашуланады күйеуі. Отбасындағы дәнекер бала екені бесенеден белгілі. Берекенің аяғы тағы ауырлап, екінші ұлын босанды. Енді ол бала күтіміне байланысты демалысқа шыққан. Тағы да ақшадан қиналу, отын су жоқ, үйде тіске басар дені дұрыс тамақ жоқ. Амалы құрыған Береке 3 айлық баласын тастап жұмысқа шығып кетті. Баласы бірде тамақ ішсе, бірде аш. Жөргегі уақытылы ауыстырылмай, малынып жылап жататын. Бірінен соң бірі туылған кішкентайлары бар, жұмысы бар, артынан бір елі қалмайтын енесі бар. Береке әбден қажыды. Ол ашушаң, көкбет әйелге айналып бара жатты. Кім сөйлесе де атылып, қарсы жауап беретін болды. Балаларында сәл нәрсеге балағаттап, төмпештей жөнелетінді шығарды. Бұрын күйеуінен именетін еді, енді онымен де жиі сөзге келіп қалады. Бір айта кетерлігі, Әділет ешқашан Берекенің өткен өмірін бетіне салық қылған емес. Балдайды да бауырына басып, одан кейін туылған 2 ұлынан кем көрген жоқ. Берекені көп жерде осы қасиеті тоқтатып тұратын. Бірақ бір жолы шыдамы шегіне жетіп, екеуі қатты ұрысты. Оның соңы Әділеттің әйеліне қол көтерумен аяқталды. Алғаш рет ер адамның соққысын көрген Береке алғашында есеңгіреп қалды. Балаларын алып кетіп қалғысы да келді. Дегенмен асығыс шешім қабылдау дұрыс емес екенін түсініп тұр. Ойлана келе ол үлкен қайнаға қайынәпкелерін шақырды. Барлығы жиналғанда күйеуінің жұмыс жасағысы келмейтінін, қарызы көп екенін, үйде де, түзде де өзі шапқылай беруінен шаршағанын айтты. Оған қоса бұл үйге ешкімді алдап келмегенін, барлық жағдайды біле отырып, екеуін үйлендіргенін де еске салды. Үлкендер келінді тыңдап, түсінгендей болып тырысты. Ең үлкені кетерде інісін жеке шақырып алып: «Сен бала ақмақ болдың ба? Білдей дипломы бар әйелден ажырайын деп отырсың ба? Ертең бұғанда алимент төлейсің. Оған шамаң бар ма? Ана шешеңді кім қарайды? Қазір қатындар ақмақ емес, ұрғызып қойып қарап отырмайды да», деп кетті. Осыдан кейін Әділет Берекеге ешқашан қол көтерген емес. Сонда да басқа ерлі-зайыптылар секілді араларында махаббат бар деп айту қиын еді. Береке отбасын сақтап қалу үшін жоқтан бар жасап жүргенде 7 жыл өте шықты.
Балалары өсіп қалды. Күйеуі де бұрынғыдай емес, өзгерген сияқты. Өзгергенде отбасын асырап, алға тартып отыратын керемет отағасына айналған жоқ. Берекенің мінезі қатайып, сөзін нық айта алатын кезге жеткенде ол керісінше үнсіз қалуға тырысатын болды. Алғаш үйленген жылдары бұрынғы әйелі хабарлама жазып, мазаларын алатын. Береке осылардың ортасына кедергі болып тұрғандай өзін артық сезінетін. Біраз тартыс пен ерегістен соң ол толассыз хаттарда тоқтады. Әлде келсе де әділет Берекеге білдірмейтін болды ма екен? Оны өзі ғана біледі. Қайын жұрты Берекенің үйде отырып босанғанына әбден қанық. Реті келсе, соны тұспалдап, бетіне басып қалуға тырысатын. Уақыт өте келе оны да азайтты. Бұларды қара шаңырақта отыр деп құрметтеудің орнына менсінбейтін еді. Береке үйге кім келе жатқанын да білмейді. Тек босағадан аттағанда біледі. Олар тыныш жүрсе жақсау. Дұрыстап күтпеді деп жамандап кететін. Мені адам санамаған адамдарды мен неге құрметтеймін деп ойлайтын іштей Береке. Барлығы сәл болсын жақсы жағына өзгеріп жатқанда тек енесі ғана өзгермеді. Сол аңдыған баққаны Береке болып отыратын. Күйеуі жасаған тамағын мақтаса, ет қосқан тамақтың бәрі дәмді болады да, дейді аузын қисайтып. Береке әңгіме айтып бастаса, сөзін жарамайтын қылып, менсінбей ақымаққа санап отыратын. Анасы қанша азғырса да, әділет енді Берекеден ажырамасы анық. Мейлі есеппен болсын, мейлі отбасына деген қимастық болсын, әйтеуір ажырағысы жоқ. Береке не істесе де 7 жылда енесіне жаққан емес. Беті әбден қайтқан келіншек енесін іштей иттің етінен жек көретін. Күйеуі екеуінің арасы салқын екенін де енесінен көретін. Балалар майда кезде түнде жылайтынын сылтауратып, күйеуі бөлек бөлмеде жататын. Балалар өссе де солай болып қалды. Алғашында Береке сол үшін ренжіп жылайтын. Кейін еті өліп кетті. Ол енді әділет бөлмесіне кірсе, кірпі де жиырылатын болды. Кезінде үйге қонаққа келгенде бөлек жатқан ерлі зайыптыларды көргенде мәз болатын әпкелері енді інісіне жан ашитын болды. Қанша жылдан бері теспей қанын сорып келе жатқан Несіпкүл Берекені әбден ашындырып жіберді. Келіншек бұрынғыдай жанары жасқа толып жылап қалмайды. Керісінше айқайлап кететін болды. Осыларды отбасын болады деп пана іздеп келгенде, айтпағанды айтып, иттей қылғаны үшін ішінде қанша жылдық запыран жатыр еді. Басында енесімен сөзге келіп қалса, жылап күйеуіне айтып қоятын. Сосын одан тағы былапыт боғауыз сөздер естіп алатын. Ал енесі сүтке тиген мысықтай моп-момақан болып отыратын. Аузы күйген үрлепшеді. Береке де енді қулыққа көшті. Күйеуі жоқта енесімен керілдесіп қалса да, ол келгенде тыныш қана қарсы алып, түк болмағандай отыра беретін болды. Енесі де ештеңе айта алмайтын. Себебі өзі үйде баласы жоқта ғана тиісетін еді келінге. Береке жай күндері де енесімен сөйледі қойды. Тамақ ішіп отырғанда да кесе беретін кезде бетіне қарамайды Несіпкүлдің. Жек көретіні сонша, түрін көргісі келмейтін. Ене мен келін тартысып, алысып жүргенде тағы 3 жыл өтті. Береке осы үйдің босағасын аттағанына 10 жыл болды. Ештеңе өзгерген жоқ. Жанына тыныштық бермеген енеден әбден азар болған Береке оны еш аямайтын. Кейде мен неге осы адамды сонша жек көремін? Мен келінмін ғой, сәл тыйылайын. Кейін маған қандай келін келеді? Мен қандай ене боламын деп ойлайтын. Кейін ескі жараның аузын тырнап, ашуына тиетін енені көргенде қайтадан ашу қысатын. Ең болмаса күйеуі өзгерсе болар еді. Ол да сол қалпы. Аралары тым салқын. Қанша жыл күнді басқан қара бұлт сейілер деп күткен Береке бұдан әрі шыдай алмады. Ол әділетпен заңды түрде ажырасып, бұл үйден кетті. Барлығы тынышталып, ұмыт болу үшін 3 баланы алып басқа қалаға кетті. Құдағиының мінезінен хабардар әке-шешесі де қарсы болмады. Ескінің көзі әжесінен тартынып еді. Ол кісі де осы бастан мына адамдардан іргесін аулақ салуды дұрыс көрді.
Бұлардың кеткеніне Әділеттің басы ауырғанда жоқ. Ал Берекенің жаңа қалада жаңа өмірі басталды. Ешқандай пара бермей-ақ жұмысқа орналасты. Қызы мен балаларын мектепке алып барды. Әзірге пәтер жалдап тұратын болды. Береке жұмысқа арнайы бұйрық арқылы кірді. Қарбаласпен жүгіріп жүріп, бастығын көріп үлгергенде жоқ. Бар шаруасы реттелген соң, жұмысында арқаны кеңге салып отырған. «Сізді бас дәрігер шақырып жатыр», деді Мейірбике. Береке асыға басып, бас дәрігердің кабинетіне келді. Бұл жолы да ол есіктің сыртындағы бас дәрігердің аты жөні жазылған тақтайшаға қарауды ұмытты. Асығыс келген Береке екпінмен кіріп барғанда ғана бас дәрігерді көріп, сілейіп тұрып қалды. Оның алдында өткен жылдардың сарқыты тұрған болатын. Өзіне төмен қарап тұрған, көздерін аудара қараған бас дәрігердің көз қарасы бетіне жалын болып шарпып жатқандай еді. Бұл адам оның алғашқы махаббаты Дүйсен болатын. Оған деген ашу ызасын ұмытпаған Береке тістеніп, «Саламатсыз ба?» деді танымағансып. «Сәлем, Береке. Мені неге шақырдыңыз?» «Береке, неге сонша салқынсың? Мен саған бәрін түсіндіріп берейін. Менде басқа шаруаңыз болмаса мен кетейін». Береке орнынан тұрып, кабинеттен шығып кетті. Ол сол бойы емханадан шығып, мекеменің артында отырып әбден жылады. Осы уақытқа дейін көрген бар азап үшін Дүйсен ғана кінәлі сияқты. Ал Дүйсен сол күннен бастап Берекенің қыр соңынан қалмады. Береке жұмыстан шығып кетпек болып еді, оған да жол бермеді. Тіпті үйіне дейін іздеп келді. Есікті балдай ашқанда Дүйсен тілден қалғандай болды. Ол кішкентай бүлдіршіннің өз қызы екенін жазбай таныды. Одан кейін ол Берекеден енді ажырамауға серт берді. Дүйсен Сәулемен үйленген соң 9 жыл бірге тұрыпты. Бірақ орталарында бала болмаған соң екі жаққа тарасыпты. Кейін Сәуле біреумен көңіл қосқан екен. Аяғы ауырлап, ұл көтеріпті. Отбасылы еркекті мазаламас үшін баланы қалдыруға және жалғыз өсіруге шешім қабылдапты. Онсыз да амалсыз сүймей алған соң Дүйсен Сәулеге қайта қосылғысы келмеді. Оның бар ойы Береке болды. Жиі келіп жүріп, балдайдан бөлек екі ұлы барын білді. Ақыры ыңғайын тауып, ол екі баланың да көңілін тапты. Тек Береке ғана қатып қалған, бой берер емес. Бір күні Дүйсен Берекені кабинетіне шақырып алып, оның қарсыласқанына қарамастан есікті құлыптап алып, басынан өткен бар жағдайын түсіндірді. Оны тыңдап отырып Береке көз жасына ерік берді. Сол кезде екеуі үйленсе, Әділет пен Несіпгүлге қор болмас еді-ау. Жүректе мұз болып қатқан сең жібігендей болды. Бірақ Береке ылғи ой үстінде жүретін. Балдай мақұлау, Дүйсеннің өз қызы. Ана екі ұлды қалай қабылдар екен? Сол күдігін сейілтейін деді ме, ұлдармен Дүйсеннің ара қатынасы одан әрі жақын бола түсті. Содан кейін Береке мен Дүйсен елге дабырас қылмай бірге тұрып, көруге шешім қабылдады. Жараланған екі жүрекпен мейірімге зәру балалар бақытты отбасына айналып шыға келді. Сәуле қазір де Дүйсенмен араласып тұрады. Ал екі жас ауылдарына барып, ата-аналарының алдынан өтті. Дүйсеннің әкесі екінші рет үйленген соң, ол әйелден кішкентай қызы бар. Сондықтан бұларды қалада тұруына қарсы болған ешкім жоқ. Берекенің әжесі қызының бағы ашылғанына қуанды. Олар некелерін заңдастырған соң, балалардың құжаттарын да реттеді. Болашағына қатты сенбей жүрген Береке арада 5 жыл өткенде ғана бала көтеріп, шекесі торсықтай ұл босанды. Ал Әділет ауылда шешесінің қасында қалды. Бұл күндері ащы суға әбден үйреніп алған деседі. Несіпгүл ұлының бақытсыз болғанын Берекеден көреді екен. Бұл бір қыздың тағдыры ғана. Ене мен келіннің арасындағы кикілжің мен түсінбеушіліктен ойран болған отбасылар қаншама. Сондайда еріксіз тілге қазақ мақалы оралады. Келіннің жауы. Ене.
Бұл әңгіме сізге қандай ой салды? Не түйдіңіз? Ене мен қарым-қатынасты қалай жақсартуға болады? Өзгелерге сабақ болу үшін өз тәжірибеңізбен бөлісе кетіңіз.